Ассаламу алейкум қыздар. 5 минутта үй жағдайында дайын болатын чебуреки пісіреміз. Ол үшін бізге 1 кесе салқын су және дәміне қарай тұз, ұн және 1 ас қасық май керек болады. Осы керекті заттардың бәрін бірге араластырып, қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды 15-20 минутқа демалдырып, начинкасына кірісеміз. Начинкаға бізге 2 пияз, фарш және дәмдеуші керек болады. Пиязды осылай 4 бұршет майдалып турап аламыз. Қызып тұрған майға пиязды салып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Сосын дәміне қарай тұз және керекті дәмдеуштерді саламыз. Сосын үстіне фаршты салып, фарш пен пиязды әбден бірге қып-қызыл етіп қуырып дайындап аламыз. Видеода көрсеткендей, начинканың артық майын осылай ағызып, басқа ыдысқа салып дайындап аламыз. Қыздар, міне тесто 15-20 минут тұрып демалды. Енді оны өзімізге керекті формаға айналдырамыз. Яғни ұзын етіп жайып, думалақ етіп кесіп, чебурекін жаюды бастаймыз. Осылай чебуректің тестосы жұқа болып жайылғаны дұрыс, себебі майға салынғанда әдем етіп, томпақ болып қуырылып шығады. Қыздар, майды қатты қыздырмаймыз, себебі оны қатты қызатын болса, біздің чебурек күйіп кетуі мүмкін. Орташа етіп қыздырып, осылай 2 жағын қып-қызыл етіп, әдем етіп қуырып аламыз. Чебурекі осылай әдем болып, пышный болып, дайын болып шықты. Өте дәмді әрі керемет болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген үміттемін. Ас болсын. Келесі қандай тамақты пісіріп салайын, комментарийге пікіріңізді жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.